Әлиманың Аманай мен Балзияға іздеу салғанына бір жұмадай уақыт өткен. Алыстағы ауылдардан, Шаңя деген болыстық орталық, қатынаған жолаушылардан, келімді-кетімді алыс жұрағаттардан сұрап, маңайдағы елді мекенге жаяулап барып аяғынан сарсылғанымен еш хабар ала алмаған. Не кемпірді, не баланы көрдік, білдік деген тірі пенде табылмады. Ене де, бала да зым-зия. Ақыры ойлап, күні-түні басын қатырып жүріп, Балзия мен Аманайдың қайда кеткенін топшылап, өзі тапты. Тапқанына қуанған жоқ. Жүрегі шымырлап қоя берді. Шынымен жобасы дұрыс болса, ұлынан мәңгі айырыларына көзі жеткен еді. Әлима жан ұшырып Томар-Омарға келді. Қашанда ескі құсқыны жамап жасқап, не қалған құтқан былғары ұлтаннан құрап-сұрап, етік тігіп отырар мүгедек шалды үйінен басты. Ешқайда қаңғып кете қоймапты. Балзияға келіп, ылғи өсткен кеткенді бас шылғыса әңгімелесіп, ара-тұра өзі әкелген қазеттерін оқытып, ұзақ отыратын молақ шалдан басқа тірі пенденің өзінің қайғысына қабырғасы қайыспайтынын Әлима жақсы біледі. Ата, ағапам мен Аманайдың қайда кеткенін таптым. Жаңа есіме түсті. Ата, таптым, деді төсенішке отырар-отырмаста көзіне жас алып сыбырлай сөйлеген Әлима. Иә, қайда екен? Қайда жүр? Томар-Омардың көзі бақшаң етіп, қолындағы саймандарын тастай салды. Ол да үрейлі хабарды әлдекімнен жасырғандай, не ұрлықтың үстінен түскендей, молақ денесімен домалаңдап, екі қолымен секектей жылжып, Әлиманың қасына таянды. Тірі ме өздері? Тірі болса жарар еді әйтеуір. Кім айтты? Кімнен естідің? Ешкімнен естігем жоқ. Өзім білдім. Өзім білдім? Өзің білгенің қалай? Естімесең, көрмесең? Шырағым, түсініктірек етіп айтшы. Қалай білдің? Білгенде Әлима көз жасын сүртті де, сөзін қызық бастады. Ата, мен күйеуге тиейін деп жатырмын. Естімедіңіз бе? Жоқ, шырағым, естісем құлағым керең болсын. Ал, тие ғой, онда тұрған не бар? Басың азат. Кімге дейсіз ғой? Иә, кімге қарағым, бұл маңда? Бақтиға. Бақтиға? Әлгі пәйжүсірге ме? Иә, ата, жазу солай. Иә, жазмыстан озмыш жоқ деген. Ал ол жігіттің қызметі ауысыпты, алысқа, ішке кететін болыпты деп жүруші еді ғой. Шырағым-ау, сен де сонда еліңді тастап, алысқа, жат жерге кетпексің бе? Бұл арада жат жерге дегенді бұрынғы ұзатылатын қалыңдыққа айтылатын жат жұртқа дейтін сөзді емес, екеуі де қас қалпында түсінді. Жазу солай, ата. Әлима алғашқы сөзін қайталады. Қайтейін, қашанға Заманайды күтіп отыра берем. Ол қайда? Оны да ешкім айтпайды. Аманай болса ескіріп, ержетіп келеді. Көштен қалған жұрттай, бар қызықтан қалыс қалған осы ескі ауыл қотанында отыра берем бе? Түсінем ғой, шырағым, жағдайыңды түсінем, бірақ алысқа, танымайтын жаққа кететініңді айтқаным ғой, деп ұзақ сонарға түсіп, қара басының қайғысын айтып, шаққан келіншекті алғашқы сөзге тартты Томар-Омар. Алысқа, танымайтын елге дейсіз. Бар кінәм осы болды ғой, ата. Ақ апам да менің күйеуге шыққаныма қарсылық білдірмегенмен, алысқа, танымайтын жат жұртқа барарыма, кесе көлденең тұрмады ма? Бала жаман емес, баруыңа қарсылығым жоқ. Заманайды күтудей-ақ күттің. Күдер өзетінде шаққа жеттің. Басың жас. Теңіңді тауып қосылғаның жөн. Бірақ мен өзім тірі отырғанда Аманайды береді деп ойлама. Мен өлген соң алып кетерсің, деп бірден қарсы шықты. Ағапау, не айтып отырсыз? Ол менің ұлым емес пе? Мен жалғызымды тастап қайда барамын деп едім? Ол сенің ғана ұлың емес, Заманайдың да ұлы. Заманай менің ұлым. Заманайды елінен, ата мекенінен алып кетіп адастырғаным да жетер. Енді Заманайдың ұлын адастырар жайым жоқ, деп
айпара мінезіне басты. Мен алғашында ағапамды жай ғана ақылға келтіріп түсіндірмек болдым. Ағапа, тыңдашы, баратын жеріміз қаншама қашық дегенмен, бүкіл жер жиһандағы ең бір ғажап, көрікті кент екен. Аты Шинсин деді ме, төбе басындағы кент деп аталады екен. Ну орманға малынған, көшелерінен мың-мың бұлақ ағып жатқан, көршілерінен сұлу кенттің іргесінде мың-мың желкелді қайықтар жүзетін Яншы өзені бар. 12 айдың онда жаз боп маужыраған осы дүниенің жұмағы. Тауларынан сарқырама өзендер құлап ағатын, ауасын бір жұтсаң, 10 жылғы ауруыңа шипа болар құтты мекен екен деп, Бахтидің айтуы бойынша, мен де барар жерді тілім жеткенше сипаттадым. Аманайдың оқитынын, өзіміздің ендігі қалған өмірде жайбарақат, тыныш өмір сүретінімізді, тоқ тұратынымызды айтып қызықтырдым. Жоқ, неше жерден айтсаң да Аманайды бермеймін. Барар жұмағыңды өзің ақ көр, өзің ақ жарылқан. Аманайдың жұмағы басқа жерде. Оның жұмағы атамекені. Оны заманайым көре алмады. Оған кінәлі мен. Сол өкініштің орны Аманаймен ғана өтелер. Ешқайда бармайды. Бүтін елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан болғаны артық. Деп қасарысқан енеме тілімде тиіп кетті білем. Өкініштің орны Аманаймен ғана өтелер дегенін түсінсемші. Мені де жоқ жерде ашу қысқаны. Ағапа, қалай десең олай де, сен қалсаң қала бер. Аманайымды саған тастап кетер жайым жоқ. Атамекен деп қоймайсың. Ол қалай? Ол менде де, сенде де жоқ. Қай жерде жақсы тұрмыс, сол жерде құтты мекен. Сөз досымен доғарайық. Жоққа өре болып, жыланша жиырылғаныңнан пайда жоқ. Деп сөз аяғын қаттырақ айтып ем. Жарайды, мен жылан екенмін. Олай болса, жыланның бір кескені сендей кесірткілердің талайына тұрады. Көрерміз, деп барып, ол да тоқтаған. Өзі дімкес адамды бекер ренжіттім-ау. Енді қанша жасар дейсің? Өлгенше неге күте тұрмадым деп, сол арада қатты қынжылдым. Тым құрмаса, Бахти келгенше алдай тұрсамшы. Ертең ол мені алып кетпекші. Соның келетін күні ғана есіме әлгі сездір түсіп, сонда барып олардың қайда кеткеніне көзім жетті. Бұрынырақ ойласамшы. Сонда олар қайда кетті деп ойлайсың? Атау, әрі де түсінбей отырсыз ба? Ар жаққа. Баяғыда елді бөктіріп, өзі ертіп әкеткен еліне де. Бірақ қаусаған кемпір қалай жетеді? Екі ортада қаршадай бала қосақ арасында, деп көңіліндегі жамандыққа аузы бармай, Әлима тағы да көзіне жас алды. Молық шал да күрсінді. Мен де тауасқандарын біліп ем. Оны бұрын неге айтпадыңыз? Әлима жасты көзін шалға қадады. Балзияның кеткені маған да оңай тиді деймісің шырағым. Содан бері бұрынғыдан да жалғызсырап, бір жақ қабырғам түгел сөгілгендей болып отырғам жоқ па? Енді кіммен кеңесіп, кіммен шерімді тарқатармын? Кім маған бұдан былай қазеттерді оқып берер? Ол да болса, жүдеген көңілге медеу еді-ау. Енді бүкіл дүниеден хабарсыз меңіреу боп қалдым ғой. Томар-омар қаттап қойған жаңа газет журналдарға қарап, балаша кемсеңдеді. Мені де тастап кетті-ау. Денім сау болса, сол екеуін өзіме-ақ алып өтпес пе едім. Сендер қалай өтерсіңдер? Бір жерде майып болып жатырсыңдар ма? Әлде, сормаңдай пақырларым-ай, жолдарың оңғарылсын деп, шын тілеулеріңді тілеп, қайда кеткендеріңді ішім сезсе де, ешкімге тіс жармай отырып ем. Обалдарыңа қалдым ба? Аман жетсеңдер жарар еді. Атау, не айтып отырсыз? Майып болғаны қалай? Олар таудан өте алмай ма? Айтыңызшы, тірі деп ойлайсыз ба оларды? Өте ала ма? Соңынан қусақ жете аламыз ба? Жүретін жолын білесіз бе? Айтыңызшы, ата, айтыңызшы. Бұл ауылда сол жолды білетін сізден басқа ешкім жоқ. Айтыңызшы, соңынан іздеп шығайықшы. Маған тым құрмаса, жөн сілтеңізші, ата. Деп Әлима жылап қоя берді.
Шырағым-ай, олардың соңынан қуып қайтесің. Одан да олардың тілеуін тіле. Аман есен жетсін де елге. Ай, бірақ жетер алар ма? Балзияның атшалмандай шұлғыған жас кезі болса бір сәрі. Тау-тастың ұңғыл-шұңғылына дейін білетін, аңшылық құрған қыз кезінде екі елдің арасында көзін жұмып-ақ өте берер еді. Ал қазір қартайған шағында білмеймін. Әсіресе Сәукеледен өту, Мұзарттан өту. Сәукеле, Мұзарт-ай, қиын ғой. Мұзартты айтқанда Әлиманың жүрегі мұздап қоя берді. Бұрын Сәукеле тауын күнде көріп жүрсе де, оның қандай тау екенін, тіпті ол туралы аңыз бар екенін ескермейтін. Адам баласының басқа түссе баспақшы дейтіні осы екен-ау. Енді міне, аманайы сол Сәукеледен, Сәукеле қасындағы Мұзарттан өту керек. Одан өте алар ма дегенді білгісі келіп, шалдан қайта-қайта сұрағыштай берді. Сонда, ата, сіз қайдағы суық Сәукелені айта бересіз. Одан басқа жол жоқ па? Мүмкін. Жоқ, шырағым, басқа жол жоқ. Бұл жолы молақ шал орнынан қарғып тұрардай, қопаң етіп, әлденеге ашуланғандай, түсін суытып қысқа кесіп айтты. Басқа жол болмаған соң, сол қиямет жолмен өткен ана Қанипа екеуміздің ғұмырымызда қиямет қайыммен өтіп келе жатқан жоқ па? Ай, Сәукеле, Сәукеле. Сәукеленің атын құлағы шалып қалған сайын, үйге бір кіріп, бір шығып, өзінше шаруа қамымен жүрген Қанипа елең етіп, күйеуіне жалт қарайтын. Шалы, ай, Сәукеле, Сәукеле деп қабағын шытып, басын шайқаған. Қанипа да басын шайқап, бұлардың қасына келді. Көзінде жылуы жоқ ауысқан әйел бет алды күліп. Сен Сәукеле дедің, я? Мен де Сәукеле дедім, я? Сен Сәукелені білем. Мені Сәукеле де біледі. Я, шал, мен айтайын ба? Ай, Сәукеле, Сәукеле. Сенің қалтаңда меруертім жатыр, деп жай барақат бастап келе жатыр еді. Жарайды, жарайды, сен білесің, сен бәрін білесің, айтпай-ақ қой, деп Томар-Омар оның сөзін бөліп жіберді. Мен білемін, я? Айтпаймын, я? Ештеме айтпаймын, я? Сен айтпа десең, айтпаймын. Қой деші, қоямын. Қойма деші, қоймаймын. Ай, Сәукеле, Сәукеле, берші деймін меруертімді, өзім тағайын, өзім бағайын. Жында елдің бетіндегі күлкі табы лезде өшіп, көзі шатынап, сұрланып сала беріп еді. Қой дедім ғой мен саған. Мені тыңдаймын дейтінің қайда? Бар енді. Есек жайылып жүрген шығар. Тауып әкелші, екеуміз тауға барамыз. Деп біресе зекіп, біресе балаша алдадым молақ шал. Тауға барамыз ба? Тауға? Жарайды. Мен сені тыңдаймын. Есекті тауып әкелемін. Арбаға жегемін. Алақай, алақай, деп балаша алданып, балаша қуанған Қанипа үйден шығып кетті. Апырай, сол аты өшкір Мұзартты қайдан есіне салдым. Жауын шашынды күз жақындап келеді. Тағы да ұстамасы қайталап қалмаса игі еді, деп шал таңдайын қағып, басын қынжыла шайқады. Әлима бұрынғыдан бетер үрейлене түсті. Сәукеле жайын бұрынғыдан бетер білгісі келіп, қанша қорыққанмен ынтыға түсті. Ата, айтыңызшы, неге жасырасыз? Менің білуім керек. Аманайым кеткен жақты білуім керек. Неге зарықтырасыз? Айтыңызшы. Жарайды, шырағым, қоймадың ғой. Айтайын. Бұл бір ұмыт болған ескі қайғы, ескі жара еді. Тағы да бетін тырнайтын болдық қой, деп не кейігені, не мазасын алған жас келіншекке ашуланғаны белгісіз біраз түнеріп отырды да, шал әңгімесін әріден бастады. Я, содан тастамнан бері шыққан соң, таудың адам аяғы баспаған жерлерімен жүріп отырып, ақыры көш осы Сәукеле тауына жетті. Онша қиындық көрген жоқпыз. Бір ауыл түгел, сетнемей жұбымызды жазбай жеттік. Я, айтқандай, сетнемей дегенде
Жақын жұрағаттардың тұтастығын, амандығын айтып отырғаным ғой. Әйтпесе, атасы басқа, бір-екі азамат кейін қайтып, малымыздан аздау шашау шыққан. Тастамнан өткен түннің ертесінде арамызда Ораз, Қаназ деген ағайынды екі жігіт жоқ боп шықты. Олардың атасы ғана емес, табы да басқа еді. Көккөз атаның жалшылары болатын. Қалай ұрланып қыбын тауып кетті дерің бар ма? Тауда өскен әккі жылқышылар емес пе? Бір қос жылқының жымын білдірмей, өздерімен қоса айдап кетіпті. Алысқа, жат жерге бір жола кетіп бара жатқанымызды сезді ме? Жершіл, иісшіл екі тазы да өздері білетін жылқышылармен елге қайтып кетсе керек. Олар да ертеңіне болмай шықты. Санын соғып қала берген көккөз ата, қанша асырасаң да бөрінің бөлтірігі бөрілігін жасамай қоймайды. Олар да әлгі ашқасқырдай жаланған таяқ қалпақтардың тұқымы емес пе? Ол тұқымыңды ұрайындарды өзім қуып жетіп, көк желкелерін қимасам, атым өшсін. Не оларға серт, не маған серт, деп мал ашуы, жан ашуы, мінілмеген тың атты ерттеп, қасына 2-3 қарулы жігітті сайлап, көккөз ата өзі аттанайын деп жатқанда, тісін қайрап, зілкілдеген ашулы шалды алған бетінен қайтарған тағы да балзия. Жарайды, жетті көккөз ата. Желегіңді желпілдетіп қайда бармақшысың? Оларды қуып жетем деп ойлаймысың? Әлде әлгі тұяқ қалпақтарыңның қақпанына өзің барып түскің келеді ме? Қай малыңның шашауы шықпай, қай малың талапайға түспей жатыр? Қайта, Ораз бен Қаназдың айдаған малы адал мал, ақ адал еңбегі. Олар сонау үрім бұтақ зәу-зәтінен бері сендердің малдарыңды бағып келе жатқан жоқ па еді? Қайсысын жарытып, малын дұрыстап төлеп едіңдер? Талай жылғы малайлықтарының өтемін бірақ сыпырып, сиырып әкеткен ғой. Сауап, деп сөз аяғын кімге екені беймәлім кекесінмен, ызамен зығырлана бітіріп доғарған. Одан да енді қалған малдарыңа ие болсаңдар жетер. Қалған малдан да көп шашау шығып, әр жерде шашылды ғой. Құт бір кетпесін, бір кетсе құтыңмен бірге, бағыңда тайып, берекеңде қашады екен. Елін жұртын талақ еткенді, өз ошағынан жерген пендені құдайдың кәрі соғып, жердің киесі атады екен нәмәнда. Содан біз Сәукеле тауына соңғы асу, биік мұзды асуға ектеп жеттік. Көшті түсіріп, мәңгі қар сірескен жотада бір күн, бір түн түнеп жатырмыз. Қалың мұзартты Сәукеле тауын барлап келген жігіттердің беттері үсіп, қолдары домбығып, зорығып оралған. Сәукеле тауының қаһарына мініп, ысқырып тұрған шағы екен. Сол кез тау бетінен Сайхан желінің бет қаратпай соғып тұрған кез еді. Сайхан желі емес, нағыз сойқан желі. Талайды басынан өткөрген көнекөз ақсақалдар мен неше бір ғаламат боран шашыныңа төтеп беріп, неше бір қиын асулардан асып өскен жырынды жылқышылар көп ақылдасып, көп кеңесіп, ақыры бір шешімге тоқтаған. Сойқан желі бір соқса, тынбастан айлап соғады екен. Оның басылуын күтіп жатсаң елден де, малдан да береке кетіп, асып тозбақ. Оның үстіне артымыздан әлде кімдер қуып келетіндей, әлі де үрейден айықпай, үдере көшіп келе жатқан көшті тоқтатуға болмайды. Не де болса, Құдайдың салғанын көрдік, тәуекел деп, белді бекем болған ел ертемен өтпекке келістік. Сол күні Ақшақар үстінде 2 үйір жылқы сойылып, ақ жота қан сасыды. Мұзарттың үсті тілім-тілім, арса-арса жарық екен. Атыңа нәлет, мұз жарықтықтарының аты да өзіне сай бір жосын әңгек делінеді. Тап көш өтетін ыңғайлы мұз жотасында кесе көлденен көрдей үңірейген алып айдаһардың аузындай ырсиған өткел бермес кең әңгек бар екен. Тәжірибелі қарттар түп жағы тар,
аузы арандай сол мұз жарығын сойған малдармен бітейді екен. Кейін мұз ішінде қатып, еті бүлінбейтін жылқыларды біртіндеп суырып алып, соғым етіп жеуге де болады дейді. Не керек, сол күні алға кеткен өңкей әлекедей жаланған қарулы жігіттер, адамды ұшырып жіберердей ышқына соққан боранды дауылда әңгекті бітеп, ең қауіпті мұз жолды түгелдей киізбен жауып, көшкедаярладық. Қаншама туырлық, төсеніш кигіздер мұзартқа жайылды. Дауылға желпілдеп түрілген етектерін бекітіп, әл-халке деп көш сәукелеге беттеген. Я, шырағым, айтып-айтпай не керек? Сол мұзарт, сол көш есіме түссе, осы күнге дейін құйқа тамырым шымырлайды. Сол күн сойқан желдің өтіндегі сойқанды күн болмады ма? Бет қаратпай қақаған ондай боранды бұрын соңды көргенімен. Бар жылы деген киімдерін киініп, шымқанып, біріне бірі жабысып, бірінен бірі қалмай иттер кесе көшкен ел, бала-шаға, қатын-қалаш улап-шулап, алға баспай табандап шегіншектеп кісінеген жылқы, маңыраған қой, бақырған түйелер, сәукеле шыңын қым-қуыт үрейлі шуға бүктірді. Ақсапалақ боран ішінде көздерін ақшелдей ақ тозаң басқан адамдар кигіз үстіне дәл келтіре алмай, бұйдасынан айрылған 2-3 түйенің май табаны, бетіне бір шөкім қар жұқпайтын жылтыр мұздан тайып, жүк мүгімен төмен қарай мұзды құзға тұмақтай ұшқан. Талай қойлар, асау жылқылар тап аяқ асықтарша жылт етіп кетті көзден ғайып болып. Түйе қомындағы жадыдан түсіріп алған құйтымдай балаларға дейін құндақтаған сәбилерін көтерген шешелерінің, әкелерінің етектерінен ұстап, ақ сапалақтың ішінде бақырып, жылап өтіп жатыр. Ұзыннан ұзақ шұбатылған киіз жолдың бойына тартқан керме арқаннан ұстап, зәре құттары қалмай жылжыған адамдарды кімнің қай тұста кетіп бара жатқанын ажыратып болмайды. Қатындардың аузында қарғыс, еркектердің аузында боқтық. Әртаңәлелет, қайдан ғана тап болдық мына күйге? Астымыздан су шыққандай қиямет қайымға кім бастады? О, басыңнан азап кетпесін, азап. Құдайдың күні де қырсықтау, лағнет жауғыр. Бала-шағаңның игілігін көрме, десіп кімді балағаттап, кімді қарғағанын өздері де білмейді. Әйтеуір суылдаған, алай-дүлей, ызғарлы боранның ішінде қақалып, шашалып, желге қарсы қарай алмай, демдері бітіп, тұншығып, арқаларын беріп ықтап, бірін-бірі айғайлап шақырып, балаларының аттарын қайта-қайта қайталап, бүрісіп, құрысып жылғыған ызалы көш, түс ауа мұзарттан зорға өтіп, намаздыгерге етекке шаршап шалдығып түскен. Беті қолы пәре-пәре жыртылған, үсік шалып домбыққан жандар, малынан, дүниесінен айырылған адамдар, естерін жия бірін-бірі іздеп, қым-қиғыш қиқуға салып, сабылып жүр. Сол күнгі ең бақытсыз, сормаңдай адам Қанипа екеуміз екенбіз. Мен Қанипаға, Қанипа маған сеніп жүріп, әке-шешемнің қолындағы тұңғышымыз да, соңғы қуанышымыз да, меруерт атты қызымыздан айырылыппыз. Көш ішінде жоқ, ешкімнің қолында жоқ. Қанипа жасынан мәпелеумен ерке өскен, Ережеп байдың соңғы 3-ші тоқалынан туған сүт кенжесі еді. Жаратылысында тікбақай, адуынды, бір бет келіншек. Қазақ рәсімімен ата-ененің алдынан кесе көлденең өтпей, қанша әдеп сақтағанмен, Шынтуайтқа келгенде бар сыпайылықты ұмытып, ойранды салды деймісің. Дүниеде ана атаулының бәрі де бала жанды шығарау. Ай, тап Қанипадай, балаға ет бауыры езіліп, жүрегі үзіліп түсердей күйзелген жас келіншекті ғұмырымда көрген емен. Өз әке-шешесіне де, ата-енесіне де маған да қиғылықты салып, тауып бер меруертімді деп, екі аяғымды бір етікке тықты. Жылы қойнауға
түскен көшті қайтадан аяз қарып, қайтадан ызғар ескендей бүкіл ауылдың құты қашты. Балзия да Қанипаны қостап, 10 шақты жігіттің басын қосып, барыңдар қайтадан Сәукелеге, қараңдар Мұзарттың төңірегін. Bir арада бір қуыста адасып қалған шығар. Неғып айырылып қалдыңдар? Не қара басты сендерді? Тым құрмаса сүйегін тауып әкеліңдер, деп Мұзартқа қайта қуды. Тағы да қосаққа аттар алып, үстеріне қабаттап киіз артып, шыңырау құдыққа жетер құлаш-құлаш көп қыл арқан, 3-4 сүймен, шапашот, тағы басқа саймандар тиіп, жейтін тамақ сусын алып, Сәукелеге қайта тарттық. Қанипа ешкімнің айтқанына құлақ аспай, ешкімге бой бермей бізбен бірге ерген. Шырағым-ай, айтып-айтпай не керек? Сол бір күнді есіме алсам, тап қазір құйқа тамырым шымырлайды. Баяғыда айырылған екі аяғымның табандары солқылдайтын сияқты. Бұл бір ұмыт болған жай еді. Осыны қайдан бастадық? Несіне еске аламын? Деп томар-омар үнсіз түнеріп, қамығып отырып қалып еді. Ата, айтыңызшы, бір бастаған соң несіне тоқталасыз? Айтыңызшы, деп Әлима тағы да қиылды. Шырағым Әлима, мен сол күнгі сұмдықты айтайын деп отырем. Ол біздің басымызға келген зауал ғой. Өзімен кетсін. Сенің аманайыңнан аулақ. Балзиялар мүмкін, кім біледі, Сәукеледен аман есен өткен шығар. Сен әйтеуір өз басыңа жорымашы. Мен сенің күдеріңді мүлдем үздірейін деп айтып отырғам жоқ. Атау, бәрін түсінем, бәрін білем. Айтыңызшы, тек жасырмай, еш бүкпесіз бірін қалдырмай айтыңызшы. Содан, деп томар-омар үлілі әңгімесін қайта жалғады. Сәукелеге келсек, аспаннан құйылған қар азайған ба, боран аздап толастапты да, жел бұрынғыдан да күшейе түскен сияқты. Ысқырып, гуілдеп, суылдап соғып тұр. Мұзарт үстіндегі аяз, қимылсыз сәл тұрып қалсаң, бет қариды. Бетімізді жиі уқалап, киіз төсеп отырып, әлгі 10 шақты жігіт Қанипа бар, Мұзарт үстін ұзақ тінттік. Екі таудың ортасындағы қойнауды түгел бітеп тастаған Мұзарттың алғашқыда қай жағынан түскенімізді таба ұзақ тентіредік. Аспандағы бұлт пердесінен көмескі көрінген ай сәулесінің жарығы да әлсіз. Құдай, бір кезде Қанипаның құлағы шалды. Тым-тырс тына қалып, бәрімізде құлағымызды желден қалқалап тыңдадық. Шырағым-ай, жүрегім үзіліп түсеме деп ем. Әлде бір терең қуыстан, қылғына жылаған баланың қарлыққан әлсіз даусы естіледі. Күнұзақ даусы бір сенбей, тынымсыз еңіреп, көмек сұрап жалбарынған, жылай-жылай шаршаған 4 жасар қызым Меруертімнің даусы. Мұны естіген Қанипада ес қалмады. Ағыл-тегіл жылаған әйелімнің бетінен сорғалап қатқан мұзды сыпырып тұрып, айғайды салып, өмірімде бір боқта бұрсып, зорға тыйдым даусын. Мұзарттың бала даусы шыққан беті тілім-тілім әңкек екен. Ұзынан ұзын шұбатылып, ирелеңдеп жатыр. Біз ең шеткісіне өзімізге жақындауына тақап келдік. Әрі баруға болмайды. Еңістеу Мұзартта жылп етіп, әңгекке бәріміздің де түсіп кетуімізде шәк жоқ. Содан не керек? Жалпақ туырлықты төсеп тастап, алқа қотан отырып, тыңдап, шыңырау түбінен естілген үннің жобасы осы тұста болар-ау деп шамалап, осы жерге бірнеше қашау қағып, әрқайсының басына құлаш-құлаш қыл арқандарды тасқып байладық. Ұзын 2 арқанды беліме шандып, бір арқаннан жай ұстап, Мұзартпен сырғып барып, әңгекке түстім-ау. Іш жағы үңірейген қап-қараңғы көрдей әңгекке бойлап, сыртта арқанды саумалап жіберіп тұрғандарға белгі жасап, төмендеген кезде қай жағымнан екені белгісіз, қызымның даусы жақыннан естілгендей болды. Тыстағы әлемет суықтан, зуылдаған желден кетіп,
мұз жарығына түскен заматта әңгек іші ұядай жып-жылы көрінді. Егер арқан жетсе, қуыс-қуысын аралап жылжи беруге әбден болатын сияқты. Бірақ әңгекке тереңдеген сайын әлгі дауыс өшіп, үстіңнен албастыдай тылсым дүние басып, бас айнала бастады. Арқан жетер жерге дейін барған шығармын. Қайда? Әңгектің түбіне жету мүмкін емес. Мен ұзақ үнсіз отырып тыңдадым. Жым-жырт ойнағандай. Түк естілмейді. Не сырттағы сойқан жел, не жігіттердің даусы. Мен айқайлап көріп ем, бүкіл мұз жарығының іші жаңғырып, қоса айғайлады. Бірақ сырттағыларға менің даусым алыстан талып естіліпті. Мен арқанмен белгі беріп, әлден уақытта сыртқа шықтым. Шыға берер тұста сәл аялдап едім. Бағанағы меруерттің даусы жаным-ай тағы естілді. Иә, содан не керек? Біз сол түні сол маңдағы 3 әңгекті тексеріп шықтық. Мен де әңгекке етім өліп, тереңге салған қармақша жылп етіп кетем де, жан-жағымды қарманып, тар қуыстардан симаған жерден бұрылып, икемделіп, мұз астын өзімше сүзіп шығамын. Түсе бергенде естілер дауыс тереңдей бере жоқ болады. Не ғаламат? Ақыры таң ата 4-ші әңгекке түстім. Бұл жолы әрі тереңдеуге, әрі жағалай қозғалып жүруге ұзынырақ болсын деп, бірнеше арқанды күрмеп жалғағанбыз. Белге байлаған 2 арқанның да ұзындығы жобамен 100 құлаштан келер. Бірақ ол да әңгектің түбіне қайдан жетсін? Кейін білетіндерден сұрасақ, бұл араның мұзының қалыңдығы 100-ден 200-ге дейін жетеді екен. Сосын мұз жарығы үнемі тіп-тік болмайды. Біраз тереңдеген соң жықпыл-жықпылға бөлініп, кей тұсы көлденеңдей бұрылып, қайтадан тік құлап, неше бір иір-иір қуысқа айналады. Сол қуыстар ғой мені адастырған. Бұл жолы қызымның дауысы анық естілді. Мен тереңдей бердім. Тереңдеген сайын анық естілді. Әлден уақытта қызым жылауын қойды. Мен қай жағымнан шыққанын анық білмей, мұз үшін шарқ құрдым. Кәдімгі үй төбесіне сатымен шығатындай, әңгек ішіндегі кейбір тепкішек жерлеріне аяғымды салып, оңға да, солға да бұрылып жүре аламын. Қайсы бір тереңдікте адам симайтын тұстары да болады. Ондайда кең жерлерін іздеймін. Қараңғы мұз жарығына үйренгенім сонша, арқанды ұзынырақ жібер деген белгі беріп, 2-3 жұлқынып қалып едім, арқан босады. Соным қате болған екен. Әлден уақытта өзімде аңғардым. Жылт еткенімді ғана білемін. Әңгектің көлденеңдей бұрылған бір терең, тар қылтасына түсіп, кептелдім де қалдым. Не олай, не бұлай қозғалуға шарасызбын. Жан-жағымды қарманайын десем, қолымды көтере алмаймын. Таптар қуыс 2 иығымды қысып жібермейді. Біразға дейін үнсіз тыңдап жатып ем, құлаққа ұрған танадай, ештеме естемей, басым зеңгіп, шыр көбелек айнала бастады. Зәрем ұшып, мұз астында енді мен де мәңгі қалатындай, жандармен де тартыңдар деген белгі бердім. Ол белгі белімдегі оң жақ қолтығымды орай шығатын арқанмен берілетін. Сырттағыларда лезде тарта бастады. Жоқ, орнымнан былқ ететін түрім жоқ. Менде қысылып, жұлқынған боламын. Жылжитын түрім жоқ. Қайта мұз құрсауы одан сайын 2 өкпемді қыса түсетін сияқты. Сөйтсем, сырттағылар бар күштерін салып, жабыла тартса керек. Бел омыртқам күтірлеп, үзіліп кетердей, тынысым бітті. Қолымды созып, арқанға жармасып, өзіме қарай тартсам, олар одан сайын күшейтеді. Үрейден бе, белімді қайыстырған күштен бе, алдымен маңдайым, содан соң тұла бойым терлеп қоя берді. Жүрек соғысының жиілегені сонша, дүңк-дүңк соққан дыбысы өзіме естіледі. Тартпаңдар деп белгі беруге, әсіресе керілген арқанда жұлқып қалуға шамам келер емес.
Әйтеуір жан дәрменде бір қолыммен омыртқамды күйреткен белімдегі қол арқанның біреуінің күрмеуін шешіп жібердім. Соның артынша ақ олар да зорлап тартуын қойды. Қойғанда аз уақытқа қойған жоқ. Ұзаққа дейін, шамасы 4-5 сағатқа дейін сырттан еш белгі болмады. Кейін айтады, сопаң етіп қолдарына бос арқан іліккенде қыл арқан үзіліп кетті ме деп. Қорыққан олар арқанның күрмеуін өзім шешіп жібергенімді білген соң мүлдем зәрелері ұшыпты. Меруертті алып шыға алама деген күйеуінен де бір жола айырылған Қанипа осы тұста алғаш рет жан даусы шығып, әңгекке ұмтылып, өзім түсем деп есі шығып, жігіттер жабыла ұстаған соң барып, жұлқына әлі құрыған байғұс сол арада талып қалады. Мен даусыммен белгі беріп айқайлағаным, Меруерттің де жылаған үні қайта шығып, Қанипа мүлдем есеңгіреп жығылыпты. Сол құлағанда әке мен бала үні жоғалмай тұрып, жігіттер оны төменге, елге алып келіпті. Арқан басында 2 ақ жігіт қалады. Түні бойы беттерін аяз қарып, тұла бойлары мұз боп қатқан пақырлар елден жаңа тың күш әкелуге келісіп кетсе керек. Мен болсам тар қуыста үйелеген көтерем малдай кептеліп жатырмын. Менің айғайымды естіді ме? Жылай-жылай жағы семген Меруертім қайтадан жылады. Ой Аллай, тап қасымнан, оң жақ іргемнен шығады үні. Даусы мүлдем қарлыққан. Үзіп-үзіп, өксіп-өксіп, ыңырсып жылайды. Меруерт, айналайын, Меруерт, жылама. Мен ағатайыңмын, қазір алып шығам өзім, деп көңілін аулап сөйлемін. Кәдімгідей менің даусыма құлақ қойып, біраз үнсіз жатады да, қайтадан ыңырсиды. Екі дүниеде бұдан өткен құдайдың зауалы болмас, көрдей қараңғыда, тап іргеңде сәбиің жылап жатқанда, денің сау боп тұра, еш көмегіңді тигізе алмағаннан асқан қорлық та, мүсәпірлікте болмас. Менің тұла бойым лезде тоңазып, тер қата бастады. Қызымның даусы әбден әлсіреп барып бір кезде мүлдем семді. Бұл алыста әңгектің аузы бозарып көрінген кез күндізгі уақыт болса керек. Иә, шырағым, айтып-айтпай не керек. Әйтеуір мені 2 күннен соң мұзға бауырлап қатқан мұз балықтай сүйрелеп шығарып алды ғой. Қанша дегенмен жан тәтті. Жігіттердің ешқайсысының әңгекке түсуге жүректері дауаламайды. Ақыры құр әншейін тартқылағанмен түк өндіре алмай келесі күні бір немере ағайым батылдық жасапты. Менің әлсіреген даусыммен жобалап, сол маңның мұзын қысылып, қымтырылып, ауыр ұзын сүйменмен еркін оя алмай, әйтеуір айтыстарынша бір күн, бір түн шапашотпен жаңқалап отырып, әупірімдеп алса керек. Мұз жарығында дыбыссыз жатқан Меруертті олар таба алмайды. Сөйтіп алғашқы және соңғы көрген қызығымыз Меруерт сол арада мәңгі қалған. Сормаңдай Қанипа бір жылдай шырт ұйқыда жатып, сәукеле, әңгек, әне, Меруерт жылап жатыр деп, төсектен тұра ұмтылып, тысқа шыға, тауға жүгіретін болды. Шошымалы аурудың арты шалыққа айналды. Ақыры есі ауысып, осы күйге түсті ғой. Ай жаңғырған сайын ауруы да жаңғырып, аузы көпіріп, ауыл үйді кезіп, тентіреп кетеді. Айтатыны ылғи, әңгек-ау, әңгек, Меруертімді қайтып берші. Берші деймін Меруертімді. Өзім тағайын, өзім бағайын. Құлап қалды ғой, жылап қалды ғой. Берші деймін Меруертімді. Өзім тағайын, өзім бағайын. Әй сәукеле, сенің қалтаңда Меруертім жатыр. Қайтып берші. Берші деймін Меруертімді. Мұны қалай шығарғанын білмеймін. Өзі де не айтып, не қойғанын білмейді. Меруертті қай Меруерт, сәукелесі қай сәукеле. Әйтеуір сол екеуін 100 қайтара айта береді. Осы күнге дейін. Әйтпесе сәукеле тауын, ондағы қызын ұмытқалы қашан байғұстың.
Жаңа тауға барамыз дегенде қуанып кеткені де жай әшейін түсініксіз бірдеме. Тауда не барын, тауға неге баратынын өзі де білмейді. Және қазір айтып, қазір үмітады. Тегі тау деген сөз бір кезде есінде қалып қойған ғой. Таудың атын құлағы шалып қалсақ, сол баяғы әдетпен жүрегі бүлк ететін болса керек. Қайғылы әңгіменің ұзын ырғасын аяқтаған Томар Омар көпке дейін басы салбырап, үнсіз отырып қалды. Жан-жағын сипалақтап, шашылған құрал-саймандарын жиыстырған болды. Әңгектен шыққаннан кейінгі сөзінің жай-күйінен ештеме қозғамады. Әңгектен екі аяғының үсіп шыққанын, бел тамырдан дейме, жұлыннан дейме, суық тиіп, бөкседен төмен қарай қозғала алмай, жарты жылдай сал болып жатқанын, соның зардабынан екі аяқ бірдей семіп, тамырларынан қан жүрмей, жансыз дене ақыры шіріп, жоғары өрлей берген соң, ел адамдары ақылдасып, қорытып, алыстағы бір дәрігерге апарып, ақыры екі аяғын қарасаннан жоғары кестіріп барып тынғанын айтқан жоқ. Болақ болып қалған Омарды ауылдағы басқа екі Омардан ажырату үшін Томардай домаланған мүгедекті жұрттың бертін Томар Омар деп кеткенін естіген Әлима да ол қасіретін қазбалап сұрамады. Оған бәрінен де керегі ұлы мен ененің жайы еді ғой. Сол таудан өтудің соншалықты қиын екенін біле тұра, қалайша ол баланы ажалға бастап әкетті. Бағанағы сөзді Әлима қайта тірілтті. Мүмкін ел арасында жасырынып жүрген шығар. Жүрегім әлі де түйірткілдене береді. Қанша қырсық болса да, тап осы жолы, есі дұрыс адам қартайған шағында бұлай алжымаса керек еді. Айтыңызшы, ата қалай ойлайсыз? Әлима өңін айналдырып тағы да бағанағы сұрағын қойды. Томар Омар да Әлиманың көңілін біржолата суытып, күдерін үздірмей маза бермейтінін түсініп, енді не де болса көзін анық жеткізуге бекінді. Менің олай деуіме екі түрлі себеп бар. Біз баяғыда өзімізден қашып келген жолы. Жаңа айттым ғой, көп шығынға ұшырап, сүйеніш жетер малымыздан береке қалмады. Бұл араны билеушілер де жер салығы, ана-мына салық деп қалған малдың тамтығын қоймады. Ұрланды да, жарланды да. Не керек, бәрі болды ғой. Кейбіреулер тағы да малының күйін күйттеп тау арасына сіңіп паналады. Осы күнге дейін тау ішінде көшіп қонып өмір бойы қашумен күнелтіп жүрген. Мал соңында өздері де мал сияқты тіршілікке көшкен 4-5 үй бар еді деседі. Өспейді де, кемімейді де деп естиміз. Ал қалған ағайындардың біразы маңайдағы кішігірім кенттерге, тағы басқа жерлерге кәсіп іздеп ауған. Олардың бұл күнде қалған өскен ұрпақтары бізді танымауы да мүмкін. Таныса да керексінбейтіні анық. Кейінгі жылдары әке-шешеміз дүние салған соң, біздің басымызға қалқайтып, жеке үй тұрғызып бергенде, өзі де бізге пана болып, осы арадан ешқайда қоныс аударып ажырамаған. Ата-анамыз өлген соң, бізді де кім керек қылсын? Қайда барып, кімнің қолтығына кірмекпіз? Содан соң таудың бөктеріне сәукеледе қалған меруертіміздің қасында қала бердік. Заманайын бағып, бізге қарасып, әкесіне тиісті малды бірге бөлісіп, талай жыл қамқорлық еткен Балзия да, алдындағы бұрынғы абыройынан да, беделінен де айрылғаны аздай, кейін сіңірі шыққан тақыр кедейге айналып шыға келді. Оны да қойшы, мінезінің қыңырлығы, жөпшеңдіге көнбейтін қайсарлығы өз алдына, екі ғаріп бізді де тастап кетуге қимай, жесір қалпында қартая берді. Жүдеушілік көріп кемей берді. Бәрінен де, заманайы мына заманға орай мектеп жүзін көріп, білім ала алмай, ешкімге қажеті жоқ ұмытылған осы қара ауыл қараңғы қалпында сауатсыз қалды. Балзия бәрінен де соған күйзелетін. Кейін Аманай өскен сайын, енді бұл да заманайдың жолын құшады-ау,
бәріне де мен кінәлімін. Бүкіл ел-жұрттың тауқыметіне мен жазықтымын деп жеке жерде маған ғана айтып, маған ғана мұңын шағатын. Шіркін-ай, ар жаққа, ел жаққа өтер біреу болса, Аманайымды қолынан ұстатып, туған жеріне табыстап жіберер едім, деп армандап, ішіндегі жасырын сырын айтып қалғаны да бар еді. Осы маңдағы бір ауылға тығылғанмен, сенің бәрібір тауып алатыныңды ол біледі. Оның жені тек ар жаққа өту ғана, өлер шағында аруақтар алдында, туған топырағы үстінде, тым құрмаса немересі арқылы ақталу ғана. Менің білетінім осы, шырағым. Енді оларды іздемей-ақ қой. Олар ендігі мұзарттан аман-есен асты. Немесе жаман айтпай жақсы жоқ, Сәукеледен өте алмай, атаңа нәлет әңгектің мұз қонақтары болып мәңгі қалды. Тиер күйеуіңе тие бер, барар жеріңе бара бер, шырағым. Кемпір мен бала Сәукеледен 4-ші тәулікте аман-есен өткен. Жалғасы бар. Шығарма ұнаса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Егерде айтар ұсынысыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады.